Сәлем достар, бұл CSS курсының 5-ші сабағы. Бүгінгі біз сабақта бірнеше тақырыптарды қозғаймыз. Олардың барлығы әртүрлі, бірақ бір-бірімен мықты байланысты. Псевдокласстар, сілтеме, тізіммен жұмыс, көрінбейтін қылып жасау. Жалпы псевдокласстар деп отқанымыз не ол? Ол селекторлерге қатысы бар нәрсе. Ол үшін біз арнайы сілтеме салайық. Мына жерге мен href деп жазып кетейін. Ішіне уақытша заглушка деп айтады. Решетка таңбасын салып кетейін. Одан кейін мен мына жерге жабатын тегін салам. Ал ішіне мәтін жазайық сілтемеміздің. Бұл сілтеме деп қояйық. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, бізде сілтеме пайда болады. Міне бұл сілтеме деген. Жалпы сілтеменің түсін өзгертуге болады. Алдыңғы сабақта өзгертіп жүргендей color мағынасымен өзгертеміз. A тегін жаздым. Одан кейін color деп түсін береміз. Гриндик, жасыл, сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне біздің сілтемеміз жасыл түске айналды. Енді псевдокласстар деп отқанымыз не ол? Псевдокласс деп отқанымыз, ол үшін біз тағы да астына жазайық. Дәл осындай селектор A деп. Одан кейін мына жерге қос нүкте саламыз. Hover деген псевдокласс бар. Ол біздің мышкамыздың стрелкасын апарған кездегі болатын нәрсе. Мысалға түсін өзгертейін. Color деп. Red tick. Қараңыз, үстінде мен әдеттегідей color түсін бердім. Green, жасыл. Одан кейін қос нүкте hover деп салдым. Ол мышка стрелкасын апарған кездегі орындалатын нәрсе. Color red дедім. Қазір мен оған мышкамен апарсам, ол қызыл түске айналу керек. Парақшаны жаңарттым. Міне, қызыл түске айналып тұр. Мышканы алып кеттім, жасыл түске айналды. Мышканы апардым, ол қайттан қызыл түске айналды. Тағы да бір псевдокласс бар. Оны көрсетпестен бұрын біз күнделікті қолданып жүрген Google сайтын ашайын. Бұл жерге кез келген мәтінді жазайық, қазақ деп. Міне сілтемелерді көріп тұрсыздар. Қазір мен біреуінің үстіне басам. Біз басқан жаңа сілтеме ашылды міне екінші вкладкаға. Одан кейін байқасаңыздар, оның түсі өзгерді. Бізде ол бұрынғы түсі көк болып тұр, ал басқан сілтемеміздің түсі күлген түске айналды, фиолетовый. Бұл түсті де CSS пен өзгертуге болады. Ол үшін бізде visit деген псевдокласс бар. Қайттан A беремін. Қос нүкте visited color bluedick. Сақтап қойдым. Парақшаны жаңарттым. Сілтемеге бастым. Ол міне көк түске айналды. Себебі біз ол сілтемеде болдық деген сөз. Біз сілтемені басқан кезде басқа жерге, я болмаса басқа сайтқа көшкен жоқпыз. Өйткені мен арнайы заглушка қойдым решеткамен. Тек осы парақша қайтадан ашылды, бірақ сілтемеміздің түсі өзгерді. Бұл жерде тағы да басқа түс алған болса, мысалы браун, қоңыр. Парақшаны жаңарттым. Міне оның түсі қоңыр түске айналды. Өйткені біз бұл сілтемені бастық. Тағы бір сілтемеге қатысты псевдокласс бар. A қос нүкте актив деген. Ол біз мышкамыздың батырмасын басқан кезде орындалатын нәрсе. Мысалға біз басқан кезде астындағы сызылған сызықшаны алып тастайық. Ол үшін text decoration деген бар. Алдыңғы тақырыпта өтіп кеттік. Оған none десек, ештеңе деген сөз, ешқандай да декорация жасама деген сөз. Сақтадым. Парақшаны жаңартсақ, міне мен қазір сілтемені бастым. Астындағы сызықша жоғалып кетті. Жібердім, қайтадан пайда болды. Бастым, астына сызықша жоғалып кетеді. Көріп тұрғанызда осылай жұмыс істейді. Жалпы міне псевдокласстар осылай салынады. Қос нүкте, одан кейін псевдокласстың атын жазамыз. Енді тізіммен қалай жұмыс істеуге болатынын көрсетейін. Біз алдыңғы сабақта жазып кеткен жеміс жидектер мен көкөністерді ғана қолдана қояйық. Міне мына жерде қазір көріп тұрсыздар, дөңгелек болып тұр. Осы таңбаны өзгерту үшін мағына бар. List style деген. Қазір li деп жазып кетем. Өйткені HTML-да олар тізімдері li мен жазылады. Міне li'ді жаздым. List style type деген бар. Оның бірнеше түрлері бар. Қазіргі тұрған түрі ол дөңгелек түрі circle деген. Сосын тағы да төртбұрышты түрі бар, square деген. Сақтадым. Парақшаны жаңартсам, міне бәрі төртбұрыштыға айналды. Тағы бір түрі бар, нүкте түрінде, ол disk деген. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Манағы ол дөңгелек түріне ұқсайды. Негізі бұлар нүкте күйінде тұр. Одан кейін алфавит күйінде салу болады. Төменгі алфавит бойынша lower alpha деген саламыз. Сақтадым. Міне A, B, C, D деп тұр. Тағы сол сияқты грециялық әріптерді салу болады. Сақтадым. Парақшаны жаңарттым. Міне әріптеріміздің таңбалары өзгеріп кетті. Lowerдің орнына upper деп те жазу болады. Alpha деп жазып кетейін. Сақтадым. Міне үлкен әріптермен жазылып тұр. Және де сандармен жазу болады. Ол үшін децимал деймін. Сақтадым. Парақшаны жаңартайын. Міне 1, 2, 3, 4 деп сандармен өзгеріп тұр. Жалпы элементті қалай көрінбейтін қылып жасап қойуға болады. Ол үшін өрік дегенді біз көрінбейтін қылып қояйық қазір. Оған арнайы класс берейін мен өрікке. Класс
no дейін сызықша visible деп жазайын, көрінбесін деп қояйық, атын мағынасына сәйкес келтірейік. Одан кейін біз класстың өзін жазамыз, нүкте салдым, no visible. Фигуралық жақшалар visibility hidden десек көрінбей тұрады, сақтадым. Міне біздің үшінші элементіміз жоғалып кетті. Оның тұрақты по умолчанию аты visible. Қайттан көрініп тұратын болады, қазір ешқандай өзгеріс көрсетпейді. Жаңа байқаған болсаңыздар, work деген көрінбей қалды да, бірақ бос орын тұрды. Ал орнымен қоса көрінбейтін қылу үшін display деген мағына береміз. None дейміз. Парақшаны жаңарттық. Ол тізіммен қоса жоғалып кетті. Ал саны да міне 3 деп өзгеріп кетті, 4 деп тұрған жоқ мейіз. Өйткені біз ол элементті алып тастағанмен бірдей болдық. Осыменен мен бүгінгі сабағымды аяқтадым. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.